Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге тек қана 3 қана ингредиенттен жасалатын салатты көрсетемін. Бұл салат өте дәмді әрі денсаулыққа өте пайдалы. Ол үшін бізге тек сәбіз, орамжапырақ, сонан соң қызылша қажет болады. Біз олардың ешқайсысын ештеңеде қайнатпаймыз. Тек қана теркадан өткізіп, осылай тұз қосып, жаңағы соустарын қосамыз. Яғни видеода көріп тұрғандарыңыздай корейский заправка, бұл жерде мен морковный және капустаға арналған екі түрін қостым. Бұндай корейский заправкаларды кез келген магазиннен немесе супермаркеттерден таба аласыздар. Сонымен осылай тек 3 заттан өте пайдалы және де дәмді салат істеп жеулеріңізге болады. Тұз бен заправканы қосып болғаннан кейін міндетті түрде жақсылап араластыру керек, жаңағы соус пен тұз сіңу үшін. Сонан соң бетін жауып, салқын жерге 20-30 минуттай қойып қоюыңызға болады. Ал астарыңыз дәмді болсын, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Рахмет!